Chuck Berry of this rap skit. Styles I mastered, many brothers snatched it up and tried to match it, but I'm still number one, everyday real. Speak what I want, I don't care what y'all feel, cause I'm my own master. Барлықтарыңа сәлем достар, сенің бірге мен Альшер Өзімжанов. Менде қазір тап қазірленген видео бұл жеңіліс, поражение туралы. Бұл мықты адамдардың, жетістікке жеткен адамдардың жақсы көретін құралы. Қателескен жоқсың. Олар шынымен де бұл нәрсені жақсы көреді. Олар қазір кім? Олардың жеткен жетістіктері бұның барлығы олардың қиындықтарымен, көрген қиындықтарымен, жеңістерінен құралған. Олар көптеген қиындықтардан өткен, көптеген сынақтардан өткен. Бұның барлығы бос нәрсе емес, бұның бары просто так емес. Қазір сенде де қиындықтар бар, мен бұған уверенмін. Сенің арманың бар. Сен бір нәрсеге жеткің келеді. Сол нәрсені сен үйдегілерің, либо жақындарың, либо досың біле бастаған кезде кейде сен олардың, бірақ көп случайда, көп жағдайда сен олардың бұл нәрсеге сенбей қарайтынын байқайсың. Олар айтады, не айтып кеттің, яғни сенің арманыңа не айтып кеттің, қумаш, бұл нәрсе не, сен мысалы бір нәрсе сияқты бір деңгейге жеткің келеді, олар айтады, ол нәрсе жету қайда, сен қайда, ол нәрсе қайда, олар қайда деген сияқты. Немесе сен бір нәрсені бастайсың, өзің арманыңа деген әрекетіңді, олар айтады, сен қолыңнан түк келмейді, барып басқалар сияқты жұмыс жаса, жұрт сияқты жұмыс жаса. Әлі трендтегі сөз, жұрттар сияқты. Осы нәрседен кейін, осы сөздерден кейін көптеген адамдар сынып жатады. Енді олар бір нәрсе бастайын десе, оларға уже қиын. Өйткені оларда сенімсіздік, оларда уже қорқыныш. Олар қазірден өз қолына алып, қазірден өз-өзімен жұмыстанбаса, олар өмірінің соңына дейін бір орында тұрғаннан басқа ештеңе болмайды. Ал мен сенің сондай бір неудачниктердің қатарында болғанды қаламаймын. Поражение ол нормально. Оны сен нормально түрде қабылдап, саналы түрде қабылдау керексің. Біріншіден, поражение келген кезде сен сол жеңістің дәмін татасың. Кейін өзіңе недовольны боласың. Может, жек көресің. Бірақ потом, уақыт өткеннен кейін сен сол нәрседен қатеңді түсініп, қатеңді тауып, сабақ аласың. Міне, бізге поражениеден керегі осы, қиындықтардан керегі осы. Одан сабақ алу и дальше жүру, дальше өмір сүру. Өйткені минусты плюсқа айналдыру дейді, сол сияқты бұның барлығы опыт, бұның барлығы тәжірибе. Бұның барлығы просто так жіберіліп жатқан жоқ саған, мұны қиындықтардың барлығы. Сен сабақ алып, әр қиналған сайын, сен одан сабақ алып, сен одан сайын өсе бересің, одан сайын дами бересің. Одан сайын сен мықты бола түсесің. Сен қиындықтардың көп болған сайын, сен одан сабақ алып, сен одан өз жолыңнан таймай, сен өзің жолыңа қарай дальше қозғала берсең, айтшы маған, сенен мықты адам бар ма? Кім сені тоқтата алады? Сен көптеген успешный, великий адамдар қалай успешный, қалай великий болып деп ойлайсың? Айттым ғой, мен олар жеңісті жақсы көреді, олар поражениені жақсы көреді. Что-то аузым кеп қала берді. Мен жұмыстағы офиста сағат примерно 11 түн уже светильник кешесін қалды, уже кішкене провал. Кеше әбден дайындалып видео үшін барлығын дайындап,
түсіретін кезде сөйткен сұңқат жасамай қалды. И маған бүгін қайтадан келіп сатып алуға біріншіден, потом келіп түсіруге тура келді. Поражение это нормально, иә. Ал енді бір история айтайын. Кезінде маған вдохновение берген, может, саған да пайдалы болатын шығар. Иә, бір жігіт болатын. Ол Америкада Канзас деген газетте, Канзас газетінде жұмыс жасайды. И оны жұмыстан шығарып жібереді. Бастығы жұмыстан шығарып жібереді. И оның себебі не үшін шығарғаны, ол түсінік хатта жазылған. Ана түсінік хатта оның шығармашылық идеясы, шығармашылық ойы деңгейі төмен екен, и оның бір өзіндік идеясы, ойы жоқ екендігі айтылған. Ол одан кейін не істерін білген жоқ, қайда барарын білмеді, бірақ ол өзінің нені қалайтынын білді. Ол жануарлардың эскиздерін салғанын жақсы көретін. Ол кезде ода қатты кризис болатын да, депрессия. Ол тіпті мен кейбір жерлерде естігем, ол иттің тамағымен қоректенген, былайша айтқан кезде. Кейін ол бірақ берілген жоқ, қайтадан оралды жаңа идеясымен. Енді ол Universal компаниясына келеді. Оның ендігі новый жаңа кейіпкері болып қоян. Анимациялық мультфильмге арналған кейіпкер қоян. И сол компанияның адамдарына оның идеясы ұнап қалады. И ол ойлайды, это мой шанс. Бірақ именно енді сол контрактқа қол қояр кезде олар уже айнып қалып ойларынан басқа адамдармен, басқа компаниямен келісімшартқа отырады. Қайтадан провал. Бұның барлығы оған ауыр соғады. Бірақ ол уақыт өте қайтадан оралады. Енді новый идеясымен. Бұның ендігі жаңа идеясы, жаңа кейіпкері, персонаж бұл шыққан. Маус, осынша. И адамдар айтады, адамдар всегда хейтить етеді, всегда негатив етеді. Айтады адамдар, бұны адамдар қарамайды. Тем более әйел адамдар мен құттай балалар бұдан қорқады шыққаннан. Зачем деген сияқты әңгіме айтады. Бірақ ол бұған мән бермейді. Дальше өзінің ісіне, өзінің направлениесіне қарай жүре береді. Ол тіпті айтады, мен бұл шыққанда бұл Микки деп атаймын дейді, тіпті оған атты қояды. Ал енді Микки Маус деген персонажды білеміз ба? Оны уже бүткіл әлемде. Ал бұл Walt Disney болатын. Оның уже қазір Walt Disney компаниясы әлемдегі ең мен деген компанияның бірі. Ал енді бір қызы айтайын. 1996 жылы Disney компаниясы ABC деген компанияны сатып алады. Ал жаңағы басындағы Канзас газеті осы ABC деген компанияның бір бөлігі екенді. И қарап тұрсақ, ол өзін шығарып жіберген компанияны сатып алды. Негізі кек алудың ең мықты формасы бұл жетістікке жету деп негізі бекер айтпайды. Walt Disney ол өзін жақсы жеңген бар сол кезде. Енді оның компаниясы одан да уже мощный, одан да прямо үлкен корпорация. Мен бұл нәрсемен не айтқым келеді? Сенде де и менде де поражение бұл обязательно болады. Әртүрлі қиындықтар, проблемалар болады. Мүмкін депрессия, хотя менде ондай түсінігі жоқ. Сен көп сәтсіздікке ұшырайсың, бірақ осының барлығы бұл сенің мына өмірдің чемпионы болуыңа деген дайындық, сол нәрсеге дайындық. Просто так бұның барлығы белгілей салмайды. Ты должен это заслуживать, сен лайықты болуың керексің. Сен бұл нәрсе үшін көптеген нәрсені жертвовать ету керексің. Бұл сондай нәрсе, бұл өмірде жетістікке жету деген. Жеңілу, поражение бұл гарантия успеха. Сен жетістікке жетуінің кепілдігі. Чемпиондар сол үшін бұны жақсы көреді. Олар ұтылған сайын, олар
қателіктерін түсінеді, сенімін жоғалтпайды, құлаған сайын қайтадан орала береді. И мен соны тоже айтамын. Әр құлаған сайын біз қайтадан орала беруіміз керекпіз. Иә, именно сол моментте қиын болады. Бірақ бізге күресу керек, по-любому онымен тоқтамау керек болады. Сондықтан ойыңды өзгерт поражение туралы. Поражение ол нормально. Бірақ ең бастысы, оның барлығы Құдайдың саған жіберген сынағы екенін ұмытпа. Оны сынап жатқанын ұмытпа. Әркез осы нәрсе басында болсын. Өйткені ол тек қана өзінің сүйген ғана құлдарына сынақ жібереді. Олар біздің мықты болуымыз үшін. Кейін біз бұйырса сол нәрсе жеткеннен кейін сол нәрсеге бізге осознавать ете бастаймыз. Мына поражение болмаса мен мына нәрсеге жетпейтін едім. Мына поражение болмаса мен мына сабақты алмайтын едім. Сондықтан мен мына нәрсеге абыроймен өтіп шығуыңа тілектеспін. Сондықтан басыңды көтер, бойыңды тікте, өзіңнің басыңды арманыңа, өзіңнің жолыңа, направлениеңе қарай бұр да, осы арманыңа деген жолыңды баста, сол арманға тұрарлықтай жолыңды баста. Еліме, Құдай сенімен бірге. Бұл мен видеоның соңы. Видео ұнаған болса, пайдалы болған болса, каналға тіркел, лайк басып кет. Мүмкін өзіңе қиындықта жүрген досың болса, соған жіберіп қой. Ал енді видеоның тәмам. Келесі видеоға шейін кездескенше.